Сәлем достар, дәл осы картина салаттың жасалу жолын сіздермен бөлісетін боламын. Алдымен қиярымызды ұсақтап турап аламыз. Негізгі бұл салатқа әркімнің өзінің қалаған салмаларын салса да болады. Мен өзім қияр қостым. Ұсақтап турап алдым. Одан кейін кішкене сыр қостым. Кез келген сыр бола береді. Бұны да солонка етіп, ұзыншалап біркелкі етіп турап шығамыз. Одан кейін жұмыртқа қостым. Жұмыртқадан кейін кішкене асылған ет қостым. Бәрін біркелкі етіп турап аламыз. Енді кішкене корнишон қосамыз. Оның орнын соленый огурцы қоссаңыз да болады. Или қоспасаңыздар да болады. Әркімнің өзінің қалауымен. Мен кішкене қостым. Одан кейін кішкене колбаса қостым. Енді осыған кішкене тұз себеміз. Кішкене бұрыш. Майонезбен толықтай бәрін араластырып аламыз. Енді картинамызды дайындап алу үшін оны үсіп, негізі үлкен лаваш, менде үлкен лавашты кішкене кесіп алдым. Шағындау болу үшін соны үсіп дайындап жолымызға салып аламыз. Сосын қысып тұрған майымызға қуырып аламыз. Екімен басып тұрмасақ, өзінің формасы кетіп қалады. Сол себептен басып тұрып
жан жағын бәрін майға бір қуырып аламыз. Енді мына етін қытырлақ бұл өзінің қонысын сонда ұстап қалады. Неке толықтай қуырылып тарелкамызға салып, үстіне дайын тұрған салатымызды саламыз. Бетіне кез келген өздеріңіздің қалауыңызды салсаңыз болады. Картошка бай қуырып жіберіп, болмаса чечил салып жіберсеңіз де болады. Неке осымен картинадан жасалған салатымыз дайын. Дастарханның көркін ашады. Сіздер де жасап көріңіздер, арнама тіркеліп кетіңіздер. Лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіздер.